Үште екінші есеп теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіздер. Есептің біріншісі x минус y тең 6, x қосу x y тең минус 4. Біз мұнда бірінші теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуіне x-ті тауып алсақ, 6 қосу y болады. Осы 6 қосу y-ті екінші теңдеудегі x-тің орнына қоямыз. Сонда 6 қосу y қосу мінекей. Мұндағы x-тің орнына 6 қосу y көбейту y. Мынау y-тің өзі тең минус 4 деп жазып аламыз. Енді жүйенің екінші теңдеуін шешеміз. 6 қосу 6y мына жерде. 6 қосу 6y. 6 қосу y болу керек қой мына жерде. 6 қосу y қосу 6y. Мына y-ті ашып жатырмыз. Y-ті 6-ға көбейттік, 6y болды. Y-ті y-ке көбейттік, y квадрат минус 4. Сол жағынан оң жағына плюс 4 болып кірді, тең 0. Енді y квадраттың өзін жазамыз. 6y-ке y-ті қосамыз, 7y болады. 6-ға 4-ті қосамыз, 10 болады, тең 0. Келтірілген квадрат теңдеу шықты. Бұл жерде дискриминант арқылы да табуға болады, немесе түбірлерінің қосындысы мен көбейтіндісі арқылы да табуға болады. 7-нің квадраты 49 минус 4 көбейту 10. 49-дан 40 тастаймыз, 9 болады. 9-ның түбірі 3-ке тең болады. Y тең минус 7 қосу алу 2. Бірінші түбірі минус 7-ге минус 3-ті қосақ, минус 10. Минус 10-ді 2-ке бөлсек, минус 5 шықты. Минус 7-ге 3-ті қосамыз, минус 4 болады. Минус 4-ді 2-ке бөлеміз, 2 шығады. Енді осы түбірлерін мұндағы x тең 6 қосу y-тегі y-тің орнына қою арқылы x-ті тауып аламыз. Бірінші x тең 6 қосу минус 5. Мұна минус 5-ті мұндағы y-тің орнына қойдық. Сонда бізде x тең 1 шықты. Енді 6-ға 2-ні 6 қосу минус 2 4 шықты. Мына екіншісін апарып қойдық қой. X біріміз 1 болды, x 2-міз 4-ке тең болды. Енді орындарын апарып қоямыз. 1 минус 5. Мына x-тің орнына 1-ді қойдық, мына 1-ді x-тің орнына қойдық, y-тің орнына мына минус 5-ті қойдық. Сонда 6 шықты. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Енді 1-ді қойып жатырмыз. X-тің орнына 1 қосу 1 көбейту минус 5 тең минус 4. 1 минус 4 тең минус 4 болады. Біз теңдеудегі x-тің орнына 1-ді қойған кезімізде теңдік дұрыс шықты. Енді y тең 2-ні қоямыз. Y тең 2-ні қойған кезімізде x тең 6 қосу минус 2 мұнаға жазып жатырмыз. X тең 4 болды. Осы 4-ті x-тің мұндағы x-тің орнына қоямыз. Сонда 4 қосу 4 көбейту минус 2 мәндерін қойып жатырмыз. Тең 4 минус 8, 4-ті 2-ге көбейтсек минус 8, 4 минус 8 тең минус 4 болады. Сонда есептің жауабы x-ке 1 бергенде x-іміз 1-ге тең, y-іміз 5-ке тең. Екінші x 4 болғанда, x-іміз 4 қойған кезде y-іміз 2. Y-тің орнына минус 2-ні қойғанда x-іміз 4-ке шықты. Жауабында x 4-ке тең, y минус 2-ке тең. Осы 4 пен минус 2-ні жүйеге апарып қойған кезімізде теңдік орын жүйенің шешімі болды. Осындай сандар шықты деген сөз. Екінші есебінде x қосу y тең 9, x қосу y квадрат тең 29. Осы теңдеуден біз x-ті тауып аламыз. Сонда 9 минус y болды. Бірінші теңдеуден x-ті тауып алғанда 9 минус y болды. 9 минус y қосу y квадрат минус 29 тең 0-ге. Y квадрат минус y минус 20 тең 0-ге. Минус 29-дан 9-дап тастадық, минус 20 шықты. Минус y-тің өзін жаздық. Дискриминант тең 1-дің квадраты минус 4 көбейту минус 20 тең. 1-дің квадраты 1 болады. Минус 4-ті минус 20-ға көбейтсек 81 болады. 81-ге минус 4-ті минус 20-ға көбейтсек 80, 80-ге 1-ді қоссақ 81, 81 9-ның квадраты. Y1 мен Y2-ні табайық. Сонда бізде 1 қосу алу мен
9 бөлу 2, бірдің алдына минус қоймаймыз, өйткені мұнда минус бар. Енді 1 минус 9 минус 8 болады. Минус 8 2-ге бөлсек минус 4 болады. 1-ге 9-ды қоссақ 10 болады. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. Осы минус 4-ті теңдеудегі y-тің орнына апарып қоямыз. Сонда x тең 9 минус минус 4, x тең 13 болады. Енді осы 13 бенен минус 4-ті мұндағы теңдеулер жүйесіне тегі x пен y-тің орнына қойып көреміз. Сонда 9 шығу керек. X-тің орнына 13 қойып, қосу минус 4. Мына минус 4-ті апарып қойдық. Сонда 9 шықты. Мына 9-ымыз шықты. Дұрыс. Енді екінші теңдеудегі x пен y-тің орнына осы сандарды қоямыз. X-тің орнына 13 қоямыз. Қосу минус 4-тің квадраты тең 13 қосу 16. Минус 4-тің квадраты 16 тең 29 болады. Енді екінші 5 қойғандағы y тең 5 болғандағы x-тің мәнін тауып аламыз. Мұнда y-тің орнына 5 қоямыз. Сонда x тең 9 минус 5, x тең 4 болады. Осы 4-ті екінші теңдеуге апарып қоямыз. Сонда 4 қосу 5-тің квадраты. Мына 5-ті қойып жатырмыз. Мына 4. Мұндағы x-тің орнына қойдық. X-тің орнына 4 қойдық. Мына 4 шықты ғой. 4 қосу 5-тің квадраты. Бізде y болатын. Y-тің квадраты деді. Біз 5-тің квадраты дедік. Тең 4 қосу 25. Сонда 29 тең 29. Мұнда 29 шығып тұр. Осы 29-ымыз шықты. Олай болса x-ті 4-ке, y-гі 5-ке тең болды. Жауап жазып қоямыз. 4-те 5. Мына жауапты да жазып қоямыз. 13-те минус 4 деген. X-іміз 13 болды ғой. Y-ге 4 қойғанда x минус 13-ке тең болды ғой. Осыны жазамыз. 13 минус 4 деп.